Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін қызылшадан осындай дәмі керемет, ерекше болатын салат жасап көрсететін боламын. Ол үшін қырыққабаттың 4/1 бөлігін алып, осылай ұзынша етіп әдемілеп турап аламын. Қырыққабатымызды турап болдық. Енді бізге бір сәбіз керек болады. Оны да ұзынша етіп, осындай үккіштен өткіземіз. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып отырсаңыздар, қазақша каналға солай қолдау көрсетіп отырсаңыздар, ол мен үшін өте маңызды. Енді бір шай қасық тұз саламын. Ыдыс тарлау болғандықтан кеңірек ыдысқа ауыстырып алдым. Енді араластырып аз уақытқа қоя тұрамыз. Бұдан кейін 2 қызылша керек болады. Оны пісіріп алған соң осылай үккіштен өткіземіз. Достар, видеоның төменгі жағындағы поделиться деген жерді басып, видеоны достарыңызға таратып отырыңыздар. Қызылшаны турап болғаннан кейін кинза мен укроп турап қосамыз. Келесі кезекте бізге жуа керек болады. Оны да ұсақтап тураймыз. Енді қызып тұрған табаға майымызды құямыз және жаңағы жуамызды салып қуырамыз. Одан кейін сарымсақтың 2 бөлігін осындай үккіштен өткізіп, оны да жуамен бірге қуырамыз. Бұдан кейін 1 шай қасық тәтті паприка қосамыз және 1 шай қасық кептірілген кинза қосамыз. Жуамыз сап-сары болып қуырылып болды. Енді оны осылай салатымыздың үстіне салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жасауға кеңес беремін. Оңай, тез жасалатын салаттардың бірі және дәмі де ерекше. Егер паприканы, кинзаны ұнатпасаңыздар, тек жуа менен сарымсақты ғана қуырып қоссаңыздар болады. Салаттың құрамын төмендегі описание бөліміне жазып кететін боламын.